Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өткен сабақтың жалғасын түсіндіретін боламыз. Бүгінгі тақырып қорытынды заключение қалай жазу керек, соны айтып өтетін боламын. Ол 5 этаптан тұрады. Қорытынды жазу үшін бірінші этап ең алдымен ритмді анықтау. Екінші этап бұл бізде жүрек соғу жиілігін анықтау. Ал үшінші этап бұл бізде жүректің электрлік осін анықтау. Төртінші бұл бізде әртішілерге баға беру. Және де бесіншісі қорытынды жазу. Осы төрт этап по этапына жазып шығамыз. Сол кезде қалай шығады қорытынды, соны айтып өтетін боламын. Қорытынды жазу. Бірінші этап бұл бізде ритмді анықтау. Бірінші этап бұл бізде ритмді анықтау. Ритм синусты және синусты емес болып бөлінеді. Синусты емес деп жазбаймыз. Именно қандай ритмнің бұзылысы, аритмиялар бар бізде, мысалы пароксизмальды аритмия болуы мүмкін, немесе фибрилляция предсердия болуы мүмкін. Қандай именно бұзылыс, соны жазатын боламыз синусты емеске. Ал бізде синусты ритм болады. Бұл нормальный ритм, қалыпты физиологиялық жағдайда болады. Оны қалай анықтаймыз? Оны біз жаңағы ЭКГ-ға қараған кезде сабақта көрсеткен болатын, осы ЭКГ-ны талқылаймыз деп. Ритмнің синус екенін әр КРС комплексінің алдында ПТШ-сі міндетті түрде болу керек, яғни соған қарап анықтаймыз. Барлық ответенияларды тексеріп шығамыз, алдында міндетті түрде ПТШ-сі болуы қажет. Ритмді соған қарап анықтаймыз. Бұл жерде ритм синус емес, өйткені КРС комплекстерінің алдында ПТШ-сі жоқ, және де оның орнында менде F толқындары бар, және де РР аралықтары әртүрлі, яғни бұл фибрилляция предсердия деген сөз. Келесі этап бұл бізде жүректің соғу жиілігін анықтау. Жүректің соғу жиілігін ең қысқа әрі оңай формуласы бар. Соны жаттап болады. Если ЭКГ-мыз 25 мм секундына жылдамдықпен жазылатын болса, онда 6000-ды бөлеміз кіші клеткалардың санына. Если бізде ЭКГ-мыз 50 мм секунд жылдамдықпен жазылатын болса, онда 3000-ді бөлеміз кіші клеткалардың санына. Мысал ретінде бір аралығын есептеп көрсетейін. Менде әртүрлі, сондықтан тек бір аралығын көрсетем мысал ретінде. Мұнда бізде 4 үлкен клетка бар. Әр үлкен клеткада 5 майда клеткадан болады. Сонда 4-ті 5-ке көбейтсең 20 болады. Мұнда 2 клетка 22. Енді бізде 50 мм секунд жылдамдықпен жазылған 3000-ді бөлеміз 22-ге. Сонда 136 рет болады. Жүректің соғу жиілігі 136 ретке тең минутына. Келесі этап бұл бізде жүректің электрлік осін анықтау. Негізі екі түрлі әдісі бар анықтаудың. Бірінші бұл бізде ең оңай әдіс, бірақ толық ақпарат бере алмайды. Тек бір қараған кезде беткей анықтауға болады, бірақ бізде ол арқылы терең біле алмаймыз, қай қарыншаның гипертрофиясы болып жатыр, немесе қалай қарай өзгерген. Кез келген әдісімен анықтай аласыздар, бірақ өздеріңізге ыңғайлысын қарап көріңіздер. Бізде сабақта осымен өсіп келгенбіз, осы әдіспен, бірақ кеңірек, тереңірек оқи келе. Екінші әдісі нақты екеніне көзіміз жетті. Бірінші әдісі бұл бізде әр отведениенің R-ына қараймыз. Қай отведениеда R биік, жүректің электрлік осі соған байланыстылып келеді. Бізде теория бар. Әрдайым екінші отведениеда биік болу қажет, R1, R3-ке қарағанда. Осы теорияны жаттап алу қажет. Осы теорияға сүйенсек, яғни міне R1, R2, R3 деген, яғни бұл бізде бірінші отведение R, екінші отведениенің R және үшінші отведениенің R-лері.
бізде 3 түрлі несі бар, положениясы нормада: левограмма, правограмма және де нормограмма. Олардың бәрі норма болып саналады, тек жаңағы адамның телосложениясына байланысты болып келеді. Если толық адам болатын болса, онда жүректің электрлік осі левограмма болады, яғни горизонтальды орналасады. А если бізде нормальный болса, онда нормограмма болады. А если бізде жаңағы арық адам болатын болса, онда вертикальды орналасады, ол правограмма болып саналады. Енді мысал ретінде сызып көрсеттім. Бұл бізде бірінші левограмма. Левограмма кезінде бірінші отведениеда әрдайым басқа отведениеға қарағанда R биік болып келеді. Яғни ол кезде мынандай теория шығады: R1 R2-ден үлкен, яғни ең биік R бірінші отведениеда орналасады. Бұл бізде левограмма деп аталады, немесе жаңағы жүректің электрлік осінің солға ауытқуын білдіреді. Нормограмма, яғни ол нормограмма өзі атайып тұрғандай R2 бізде басқа отведениеға қарағанда биік болады. Оны сызбаса да түсінікті деп ойлаймын. Келесі правограмма. Правограммада бізде R3 биік болады. Яғни R1 R2-ге қарағанда үшінші отведениеда R биік болады. Бұл кезде теориямыз былай өзгереді: R3 үлкен R2-ден, ол үлкен R1-ден. Міне осындай болған жағдайда бізде жүректің электрлік осі правограмма болып келеді, немесе оңға ауытқуы болып табылады. Және де екінші әдісі, бұл бізде кішкене қиынырақ, бірақ өте ақпаратты болып келеді. Бұл кезде біз Бейли координатасын қолданатын боламыз. Бейли координатасы, бұны жаттаудың оңай жолдарын айтып кетейін. Бірінші отведение, яғни сол қолдан оң қолға қарай бірінші отведение осылай сызылады, кәдімгі алгебралық координата сияқты, және де оған перпендикуляр түрде АВФ осылай сызылады. Алған сызықтар мысалға грудной отведениелер қатарына орналаспайды, яғни бір сызық тастап орналасады. Бірінші отведение, екінші отведение, бір сызық тастап, үшінші отведение. Міне осылай жазылады. Және де AVR, AVL-ді қойған кезде AVR right, яғни оң жақта тұрады, AVL left, яғни бұл бізде сол жақта тұрады. Сәйкесінше қарама-қарсы жақтарына үшінші отведениесі 3, мұнда 2-ні 2, AVR деп жазамыз. Одан кейін өздері ол өзінше таңбаланады. Таңбаны жаттаудың ең оңай жолы кәдімгі алгебралық координатадағы сияқты минустан плюсқа қарай, және де қалғандардың бәрі, мысалға AVR мен AVL-ден басқасын бәрі минус таңбаланады. И жаңағы AVR мен AVL ғана плюс таңбаланады, өздері ерекше. Осылар ғана плюс. И сәйкесінше қарама-қарсы жақтарынан мына жаққа плюс болса, мына жаққа минус, мынау минус болса, мына жаққа плюс деп осылай жаттап алсаңыздар болады. Және де бұлар белгілі бір градусты көрсетеді. Мына жақ плюс 0-ден бастады, 0, плюс 30, плюс 60, плюс 90, әр аралықтары 30 градусты көрсетеді. Плюс 120, плюс 150, плюс 180. Мына жақ керісінше минус 30, минус 60, минус 90, минус 120, минус 150, минус 180. Яғни мына жақтары тек плюс таңбалы градустар, а мына жақтары минус таңбалы градустар болып саналады. Жүректің электрлік осі былай орналасса, онда бізде норма деген сөз. Мысалға, мынау жүректің ұшы деп санасаңыздар. Яғни 0 мен 90 градустың аралығында жатса, яғни бұл бізде уже норма деген сөз. Норманың өзі жаңа айтып кеткенде левограмма, нормограмма, правограмма деп бөлінеді. Левограмма 0 мен плюс 30 градустың аралығы, нормограмма плюс 30 бен плюс 60 градустың аралығы, правограмма плюс 60 бен плюс 90 градустың аралығы болып табылады. Яғни горизонтальды норма және де вертикальды орналасу жүректің осының. Бірақ бізде барлығы норма болып саналады. Ал если енді жүректің осі былай қарай жылжып кетсе, 0 мен минус 90 градустың аралығында, мысалы, жүректің ұшы мына жақ қарай кетіп қалса, онда бұл бізде жүректің электрлік осінің солға ауытқуы деп аталады.
минус 90 мен уже минус 180 градустың аралығына кетсе, онда бізде резкое отклонение болып табылады. Ал жаңағы жүректің осі плюс 90 мен плюс 180 градустың аралығына кетсе, мысалы мына жақта болса, онда бізде жүректің электрлік осінің оңға ауытқуы болып табылады.